Бизнес бастауды мен де басында ойладым, ол да сол сетевой маркетинг сол сияқты ма деп. Қолдан келеді екен деп бәрін жасай беруге болмайды екен, біз соны түсіндік. Бизнес деген нәрсе тек кішкенеден басталу керек. Бұл бизнеске келудегі басында көптеген ойлар болды. Маған әсіресе менің әкем болды. Мен өзі әкем ағашпен 40 жыл айналысқан кісі. Басқа бизнесмендерде жүріп көрдім, бірақ маған жақын осы бизнес болды. Кейінде біздің мына қазақтың қолөнерін соны дамыту деген оймен осы бизнеске келіп отыр. Бұл бизнеске мен дайындалғалы 2-3 жыл болды, бірақ та нақтылы бастағаныма қазір жарты жылдан асты, 1 жыл болайын деп қалды. Жаңадан бастап жатырмыз. Ал бастауға дейін басында кішкене аздау болды, бизнес бастаудың өзі де қиын. Қазіргі ендігі табысымыз шамамен барлық шығынды шығарғанда айына 400-500 мың шамасында болып тұр. Енді оны ары қарай енді интернетке салғымыз келеді, сайт ашқымыз келеді біздің де, сол арқылы одан ары дамытсақ дейміз. Егер дамып жатса, ары қарай бұл сияқтында қазір бізге шамалы кішкенелеу болып тұр. Ары қарай үлкейтетін ойларымыз да бар. Клиенттер бізде қазіргі интернетке таргетингке салынмағандық себебімізден өзіміздің негізінен таныстар, достар солар ғана болып тұр. Енді ары қарай жақын арада тездетіп интернетке салуымыз керек. Бұл бизнестегі ең басты қиыншылық мәселенге құрғақ ағаш. Құрғақ ағаш көбінесе оңайшылыққа табылмайды. Базардағы сатып атқан ағашты кез келген әкеліп сетуге келмейді. Өйткені оның барлығы көзге қарағанда құрғақ болып тұрғанымен сету барысында жарылып кетеді. Ал бірақ енді қымбат болса да қазір біз ең қажеттісін ғана алып отырмыз. Алда қаласа ары қарай дамыту ойларымыз тағы да көп. Ағашты негізінен сол қазір мына таудан әкеліп өзіміз кептіріп жатырмыз бір жақ шетінен. Бір жағын енді ол үлгермеген жағдайда Алматыда арнаулы кептіретін жерлер бар. Сол кептірілген жердің өзінен ғана аламыз. Тек қана бір орыннан, басқа орындан ешқайсысын алмаймыз. Өйткені біз өз жасаған тауарымызға өзіміз кепілдік беруіміз керек, жардымауын. Бізде қазір қарағай, Ресейдің қарағайы бар, қарағаш, мына емен ағашы, дөкті, сол ағашындар бар. Енді кеңесең алдыменен осы ағаш жөнерін соны жақсы білу керек адам өзі. Соны алдымен зерттеу керек. Сосын базар бағасын зерттеу керек. Халыққа ең қажетті не нәрсе соны зерттеу керек. Байырғыдан қалып қалған нәрсенің барлығын оны мынау ақша табады екен деп оған кез келген адам бара беруге келмейді. Ең бастысы базарды зерттеу керек, өзін өзі білу керек. Бизнес бастауды мен де басында ойладым, ол да сол сетевой маркетинг сол сияқты ма деп. Бірақ кейінтінде ақырындап ютубтан көріп жүрдім. Сонан кейін барып өзімде барып 26 шағымда оқыдым. Содан кейін барып менің ойыма таным мүлдем басқаша болды. Ол жерде мен көптеген нәрсені үйрендім, бірақ енді жұмысыма байланысты екі жақтың барлығына шыға алмай, әлі шейін таргетингке сала алмай отырмын. Алла қаласа осы аптаның ішінде салу ниетімде бар. Сайт ашу бар. Барлығын жаңа форматта жасау керек. Сонда ғана менің клиентім көбейеді деп ойлаймын. Ал мынау болса біздің енді тағы бір заказымыз. Кедровый бочка деп қояды екен. Мұнда адамдар негізінен ем алу үшін отыратын, өзімізге де жасап жатырмыз Алла қаласа. Бойы алас адам, ойы биік адам бүкіл барлығын теңшеліп жасалып отырған. Бір алынады, мұнда қозғала береді. Арқа жағы сүйеніп отыратын. Мына аяқ жағы, аяғын қойып отыратын жері бұл ішінен тұрады. Сонда бұл адам денсаулығына қалай десеңіз, мына қазіргі жастарда көп болып жатқан простатит, геморрой, сосын қыздардың жеңілдік аурулары бүкіл бәріне ем болады. Сосын салмақ тастағысы келген қыздарға да ең керемет ем. Таза. Бұндағы келетін бұл таза шөп дәрілердің соның буы ғана келеді. Мұның әдеттегі саунадан артықшылығы жері, мұнда бас комнатаның осы үйдің температурасында тұрады. Ешқандай бас ыстық да сезбейді, соқты да болмайды. Ал дене ғана терілейді бұда, емдік ролында. Бұны заказбен жасап жатырмыз. Алла қаласа өзімізге де бөлек жасаймыз. Керек болса сіздерге жасап береміз. Бізде командада қазір негізінен 3 адам. Мен өзім мына жақта мына компьютер жұмысында өзім боламын. Сосын тағы Ербол ағамыз бар. Бұл кісі негізгі көшірді мастер. Енді тағы бір кісіміз бар, ол ғой енді қазірше көмекші, үйрену басқышында. Қазірше 3 адам болып жұмыс жасап жатырмыз. Енді Алла қаласа болашақта үлкейтіп бассақ адам санын 10-20-ға шейін көбейту ойымызда бар. Бұның барлығын өзім салдым, өзім істедім. Енді материалды аз кетіру керек. Қазірше соны менің орнымыз кішкене біраз кішілеу болып тұр. Цехымыздың қазіргі осы тұрғаны 84 квадрат метр. Ал енді ағаш қоятын қоймамыз сыртта бөлек. Екі жерде ағашымыз тұр. Солай кішігірім шағыннан бастап жатырмыз. Өйткені бизнес деген нәрсені тек қана бір заңдылық бар. Бизнес бастауды оқығанда сол кезде де білдім. Ақымақ адамдар өз қателігінен үйренеді, ал ақылды адамдар басқа біреудің қателігіне қарап, қателігін жасамайды.
егер бизнес жолындағы адамдар қандай қателік жасап, қалай сүрініп жатқанын көргіңіз келсе, төмендегі сілтеме бойынша бизнес талқыларды көріңіз. Бұрын мен ғой өмір тәжірибесіне кішкене ғана ойлап жүргенмін. Бірақ бизнес бастауға барғанда соның нақтылы шын екендігін білдім. Бизнес деген нәрсе тек кішкенеден басталу керек. Ешқашан үлкенге бірден асылуға болмайды. Бізге жиі заказ келетіні қабат үйлердің мәселенген баспалдағы, сосын столдар келеді. Бірақ біздің ойымызда қазір оны жасайтын конкуренттер бізде өте көп. Біз енді жаңаша форматқа көшейік па дейміз. Өзіміз соның ішінен өзімізге ең жақын, ең тиімді жаңаша форматтағы, тек базарда барған емес, базарда жоқ кейбір нәрселерді YouTube'тан көру арқылы, өзіміздің фантастикамыз арқылы тек бір-екі нәрсені фокус қойып, соны таңдап алу керек бізге. Ал қолдан келеді екен деп бәрін жасай беруге болмайды екен, біз соны түсіндік.